Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Шыны ыдыстағы жын. Ертеде орман жанында отыншы баласымен жасайды екен. Ол қарапайым өмір сүрсе де өте бақытты еді. Әке, тамағыңыз дәмді болыпты. Ас болсын ұлым, енді жата ғой, ертең мектепке барасың. Әке, ертең Фрэнкпен жарысамыз, дейді Сэм. Фрэнк Сэмнің жақын досы еді. Екеуі бірге мектепке барады. Сэм сенің сабақтан жақсы нәтиже алғаныңды әкең білсе, қатты қуанады. Я, Фрэнк, әкең қуанатын болады. Онда не істеп тұрмыз? Үйге кім бірінші жетіп барса, сол жеңеді, дейді Фрэнк. Джон ағай, бүгін білесіз бе не болғанын? Не болды балалар? Отырыңдаршы, демалып айтыңдар. Джон ағай, бүгін сабақ нәтижелері шықты. Сэм бірінші орынды алды, дейді Фрэнк. Шын ба балам, мен сенімен мақтанамын. Рахмет, әке. Джон ағай, әлі Сэм үлкен дәрігер болады, дейді Фрэнк. Әкесі ойланып қалады. Әке, не болды, деп сұрайды Сэм. Қарындарың ашқан болар, мына тамақты жеп алыңдар, дейді әкесі, көңіл күйін сездірмей. Джон ағай, не болды, айтыңыз, дейді Фрэнк. Балам, мені кешір, оқуың үшін артық ақша төлей алмаймын. Азық-түлік, киім-кешекке әрең ақша жеткізіп жатырмын, дейді әкесі. Сэм, әке, сізге отын жаруға көмектесемін. Бірге отын жарамыз, сізге көмегім тигенін қалаймын. Сонда мектепке де қайтамын, дейді Сэм. Әкесі, отын жару оңай емес балам, дейді. Біздің үйде 2 балта бар, біреуін сіздерге беріп тұруын сұраймын. Мен күнде өткен сабақтарды келіп, Сэмге үйретіп тұрамын, дейді Фрэнк. Рахмет, Фрэнк, сен ең жақсы доссың. Ертеңіне Сэм әкесімен отын жаруға орманға кетеді. Олар көп отын жинап еңбек етеді. Біраздан соң әкесі, кел балам, тамақтанып алайық, шаршаған шығарсың, демал, дейді. Сол кез Сэмнің алдынан бір әдемі құс ұшып өтеді. Сэм таңданып, қандай әдемі құс, деп артынан жүгіріп кетеді. Ол құстың артынан орман ішіне дейін кіріп кетеді. Бір кез тоқтап айналасына қарап, алысқа кетіп қалғанын түсінеді. Қайдамын, әкем уайымдап қалған болар деп тұрғанда, көмектесіңдер деген дауыс естіледі. Дауыс шыққан жаққа қарай барады. Кім бар, қайдасың, дейді Сэм. Мұндамын, ағаш астындамын, дейді дауыс. Сэм барып қараса, шыны ыдыс ішінде біреу сөйлеп тұр еді. Өтініш, мені ыдыстан шығарып алшы, деп жалынады. Сэм шыны ыдысты ашқанда, ішінен үлкен болып жын шығады. Сэм қорқып, сен кімсің, дейді. Мен 500 жыл бұрын қамалып қалған жынмын. Сен мені құтқардың, саған сыйлығым бар, дейді. Міне сыйлығың, деп қызыл қара түсті мата береді. Не бұл, деп Сэм қарайды. Егер мына матаның қара түсімен бір затты сүртсең, ол күміске айналады. Қызыл жағымен бір жарақатты сүртсең, оны емдейді, дейді. Ақылмен қолдан, досым, деп ғайып болады. Әкесі алаңдап отырғанда, Сэм әке деп жүгіріп келеді. Әке, мынаған қараңызшы, не таптым, үйге барайық, бәрін айтып беремін, дейді. Кешке Сэм болған оқиғаны әкесі мен Фрэнкке айтып береді. Келіңдер, қолданып көрейік, деп пышақты сүртеді. Пышақ күміске айналады. Бәрі таң қалады. Енді барлық қиыншылықтар артта қалады. Тағы нені сүртсе болады, дейді Сэм. Леген, шәйнек, кеселерді күміске айналдырып, сату үшін дүкенге барады. Оларды сатады. Сөйтіп үйіне азық-түліктер алып келеді. Енді қалаған нәрсемізді сатып аламыз, деп қуанады. Әкесі Сэмнің әрекеттерінен уайымдайды. Уайымдамаңыз, ол жай қобалжып жүр ғой, дейді Фрэнк. Сол күннен бастап Сэм өте дөрекі, қопал сөйлейтін болады. Ол тек ақшаны ойлай бастайды. Ертеңіне Фрэнк келеді. Сәлем, Сэм, саған кітаптар алып келдім. Кел, сабақ орындаймыз. Ертең мектепке барасың ғой, дейді. Мектепке не үшін, дейді Сэм. Сен дәрігер болам деп едің ғой, дейді Фрэнк. Я, бірақ ол ақша табу үшін болмақшы едім. Қазір менің сиқырлы матам бар, демек оқудың да керегі жоқ, дейді.
Адамдарға көмектесем дегеніңші? Ақша беріп те көмектесе берем, дейді Сэм. Жүр көшеге ойнаймыз, деп шақырады Фрэнк кешке қарай. Жоқ, менің ойнағым келмейді. Одан да маған тиындарды санауға көмектес, дейді Сэм. Фрэнк абдырап қалады. Сен осы матаны алғаннан бері өзгеріп кеттің, дейді Фрэнк. Мен матаны алғаннан бері сен мені көре алмайсың, дейді Сэм. Фрэнк ренжіп кетеді. Таң атқанда әкесі отын шабуға орманға бармақшы болып жатқанда, Сэм: әке, қайда барасыз? Ақшамыз көп қой. Жұмыс істеудің де керегі жоқ, дейді. Жұмыс істемесем күні бойы не істеймін? Еңбек ету де бір марапат, дейді әкесі. Менімен үйде қалың, күні бойы зерігіп қаламын, дейді Сэм. Достарың қайда? Солармен ойнамайсың ба, деп әкесі шығып кетеді. Жолда Фрэнк өтіп бара жатады. Сэм жүгіріп: Фрэнк, кел бірге ойнайық, деп шақырады. Фрэнк: жоқ, ойнамаймын, деп кетеді. Сэм жалғыз қалады. Ол Фрэнкпен ойнағанын сағынып жүреді. Оның көп ақшасы болса да жалғыздықтан құтқара алмады. Фрэнк мектептен қайтып келе жатыр еді. Сэм: Фрэнк, кел ойнайық, деп шақырады тағы да. Фрэнк: жоқ, үй жұмыстарымды дайындаймын, дейді. Кел бірге дайындайық, дейді. Неге, тиындарыңды санамайсың ба, деп ашуланып кетеді Фрэнк. Содан кейін Сэм өмірде ақшадан да маңызды заттар болатынын түсінеді. Әке, мен мектепке қайта барғым келеді, дейді. Мен оқуым үшін жететін ақша жинап алдым. Енді түсіндім, еңбек етуде бір марапат екен. Бала, мен сенімен мақтанамын, дейді әкесі. Ертеңіне Сэм Фрэнкке барады. Фрэнк, мені кешір, өте өкініп тұрмын. Мен өте қопал, дөрекі, жалқау болып кетіппін, дейді Сэм. Я, сен жаман болып кеттің, дейді Фрэнк. Бірақ сенімен ойнау, мектепке бару, сабақ істеу, әкеммен отырып тамақ ішу, отын жару, ақшадан қарағанда маған солар қызық екен, дейді. Мені кешір, Фрэнк, деп екеуі қайта дос болады.